Қайырлы күн, қадірлі ата-аналар, құрметті қонақтар. Сенмен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігі және Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасымен бірлесіп ұйымдастырып отырған ата-ана ұлттың ұясы атты облыстық ата-аналар форумына қош келдіңіздер. Форумды ашық деп жариялаймыз. Өскелең ұрпақ әр мемлекеттің жарқын болашағы, олардың көздері ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр азаматтар болып жетілуінің маңыздылығына аса мән беру керек. Ел келешегі үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, прежде всего о конкретных мерах с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, провозглашая 2022 год годом детей. Бүгінгі форумға құрметті қонақтарымыз қатысып отыр. Сегодня в работе форума принимают участие руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Жашибеков Назир Азаматович. Сенмен болашақ республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы, қоғам қайраткері Асанов Нұркен Жарылқапұлы. Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері Асанғазы Оразкүл Азанғазықызы. Сенмен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Исмагулова Жансая Бердімұратқызы. Облыстық маслихаттың депутаты, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша бала құқығын қорғау бойынша уәкілі Сәуле Қуандыққызы Сұрағанова. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Семидоцких Елена Александровна. Психолог Центра психического здоровья Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области Якимова Ирина Ивановна. Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз ата-ана. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Биылғы жыл балалар жылы екенін бәріміз жақсы білеміз. Облысымызда алғаш рет ұйымдастырылып отырған ата-аналар форумына облыстық зиялы қауымы, ардагер ұстаздар, қоғам белсенділері және барлық аудандардан ата-аналарымыз келіп отыр. Тағы да қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі форум екі бөлімнен тұрады. Бірінші пленарлық, ал екіншісі секциялық бағыттар. Пленарлық бөлімге сөз сөйлеушілерге 10-12 минут, жарысөз сөйлеушілерге 3-4 минут уақыт беріледі. Форум жұмысын ашу үшін сөз Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының басшысы Жашибеков Назир Азаматұлына беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, құрметті форумға қатысушылар. Бүгін біздің облыста алғаш рет ата-аналар қоғамның облыстық форумы өтуде. Сенмен болашақ ата-аналардың республикалық қоғамдық бірлестігіне ұйымдастырған іс-шаралар үшін алғысымды білдіремін. Осы күні жиналып, уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңыз үшін баршаңызға үлкен рахмет. Секциялық алаңдарда сіздер жаңа білім аласыздар, тәжірибемен бөлісесіздер, психологиялық, педагогикалық сауаттылықты арттырасыздар деп үміттенемін. Уважаемые родители, семья, как и школа, это своего рода посредник между формирующейся личностью ребенка и обществом. Реализация проекта «Семья-школа» направлена на совершенствование воспитательного процесса. Если родитель является помощником и надежной опорой для учителя, то будут решены многие сложные вопросы психологического развития ребенка. Структура и содержание образования претерпевают сегодня коренные изменения. Изменились учебные программы и учебники, требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, и структура уроков. Изменилось даже оценивание. Во всех нововведениях порой трудно родителям, и поэтому перед школой сейчас стоит задача
целенаправленного психопедагогического просвещения родителей. Все индивидуальные, групповые, коллективные формы работы с родителями призваны наладить взаимодействие между школой и семьей. В новом учебном году изменились подходы к воспитательному процессу. Перед системой образования поставлены задачи преодоления формализма в воспитательной работе. Все мы знаем, что на воспитание детей влияет множество факторов. Это встречи и общение с друзьями, социальные сети и занятия по интересам и многое-многое другое. Но согласно исследованиям ПИЗа, основной вид послешкольных занятий – это именно беседы с родителями. Уважаемые родители, хочу на это обратить внимание. И лишь потом идут такие виды, как встречи с друзьями, социальные сети и работа по дому и досуг. Поэтому, сколько бы времени не проводил ребенок в стенах школы, главным путеводителем и авторитетом для него будет всегда родитель. И главная цель педагогического взаимодействия семьи и школы – это создание условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребенка, развития его индивидуальности. С этого учебного года мы меняем формат проведения родительских собраний в школе. Для родителей, мы считаем, было бы интересно, если бы учитель рассказывал о том, какой предмет нравится ребенку, с какими проблемами он сталкивается при его изучении. Такой диалог мы считаем намного эффективнее, чем простое озвучивание оценок и решение каких-то организационных вопросов. Школам необходимо обратить внимание на объединение коллектива родителей через спортивные соревнования, через совместные походы в культурные заведения, через какие-то другие мероприятия. Например, по результатам исследования Национальной академии образования имени Ибрая Алтансарина, 60% родителей не придают значения тому, что изучают их дети в школе. В учебно-воспитательном процессе для развития ребенка реализуются различные проекты. К примеру, активным стало читательское движение среди детей в рамках республиканского проекта «Читающая школа». Вы знаете, что это республиканский проект, который внедряется в каждой школе республики. Хочу отметить, что за последние 2 года обновился книжный фонд школьных библиотек области на 225 тысяч экземпляров новой художественной литературы. Открыты 36 новых коворкинг-центров. Уважаемые родители, я вас призываю детей приучать к чтению, проводить совместно время за чтением, потому что это на самом деле развивает детей. Для вовлечения в общественную жизнь школы и общества более 8 тысяч наших детей из школьных студенческих парламентов на основе концепции развития организации самоуправления самостоятельно реализуют различные школьные, познавательные, творческие и волонтерские проекты. Еще одно направление всестороннего развития – это дополнительное образование. Сегодня в области дополнительного образования охвачено 59 тысяч детей или 80%. В этом году дополнительно для охвата еще 5 тысяч детей выделено порядка 400 миллионов тенге. Еще одна задача, которая стоит перед нами, это создание равных возможностей для всех детей. На сегодняшний день вы знаете, что у нас в области больше 4 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, поэтому важным направлением нашей работы должно стать раннее выявление детей с ООП и своевременное оказание коррекционной помощи данной категории детей и их родителям. Для этого мы запланировали в 2023 году, в следующем году открытие еще одного аутизм-центра в городе Петропавловске и в 2024 году по МПК также в городе Петропавловске. Особое внимание хочу обратить на проблему буллинга. Именно в юном возрасте становление взаимоотношений со сверстниками и социумом в целом нередко приводит к повышенной тревожности и нервным срывам у школьников. И когда случается травля ребенка, общество начинает обвинять учителей в возникновении буллинга в школе. Педагогам, на самом деле, надо отметить, приходится отдавать силы в защиту себя, а не на защиту детей. Победить собственное чувство бессилия и создать в школе атмосферу безопасности можно только тогда, когда объединяются учителя и родители. Главная защита буллинга – это родительская любовь и внимание, доверительное общение, эмоциональный контакт, умение открыто обсуждать возникающие каждодневные трудности ребенка. Основная задача педагога – сделать семью своим союзником, единомышленником, создать демократичный стиль отношений. Он должен обладать большим терпением и тактом. Порой с родителями работать значительно труднее, чем с детьми. Работая с родителями, педагог постоянно дает оценку поступкам ребенка, его успехам, удачам и неудачам в учебе, отношению к своим обязанностям и так далее. В этих оценках должна соблюдаться корректность и мера. Здесь надо помнить педагогам, оценивать нужно не конкретный поступок, а не личность ребенка в целом. Оценивая ребенка, учитель тем самым дает оценку родителям. Не следует на публичных собраниях допускать разговоры о слабых сторонах тех или иных детей. Уважаемые родители, призываю уважительно относиться к педагогам и совместно строить данную работу. Разрешите дать несколько советов. Первое. Все-таки хотелось бы, чтобы между учителями школы и родителями был налажен совместный контакт. Цель у нас одна, другой цели у нас нет. Это
воспитания, развития и обучения наших детей. Второе, если вы хотите сделать своего ребенка счастливым, но в то же время образованным и воспитанным, то любите своего ребенка таким, какой он есть. Если ребенок попросил у вас помощи, поддержите его, помогите ему увидеть, что он может сделать сам, а в чем вы ему можете помочь. Третье, доверяйте своему ребенку, будьте деликатны и бережны со своими детьми. Помните, что родительские предписания – это самые мощные установки, которые получает человек и которые помогают ему в жизни. Құрметті ата-аналар, құрметті форумға қатысушылар, мемлекет басшысы 2022 жылы балалар жылы деп жариялай отырып, балаларға ерекше назар аудару керек. Олардың әл-ауқатты мемлекетіміздің табысты болашағының сенімдік кепілі екенін атап өтті. Сол үшін біз ересектер өз келін ұрпақтың үйлесімді дамуы үшін барлық жағдайды жасаймыз. Біздің форум республика күні қарсаңында өтіп жатыр. Сіздерді еліміздің басты мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасына денсаулық, береке, тыныштық пен бейбітшілік тілеймін. Балаларыңыз ата-ана үмітін ақтап, өмірлеріңіздің лайықты жалғасы болуына тілектеспін. Назарыңызға рахмет. Рахмет, Нәзір Азаматұлы. Біздің облысымыздың мектеп оқушыларына дамуында септігін тигізетін жобаларда сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Сөз кезегі Сенімен болашақ республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы, қоғам қайраткері Асанов Нұркен Жарылқапұлына беріледі. Құрметті қызылжарлықтар, бүгін уақыттарыңызды бөліп, Сенімен болашақтың және облыстық білім басқармасымен ұйымдастырып отқан ата-ана ұлттың ұясы форумына келгендеріңізге алғысын білдірем. Сенімен болашақтың шығу тарихы, авторы, қаржыландыруы алдарыңызда отқан азамат. Есімім Нұркен Асанов, кәсіпкермін, ең бастысы әкемін. Сенімен болашақтың туған тарихы жаңа Нәзір Азаматұлы айтып өтті. Ата-ана бала шағасымен сөйлесу керек. Пандемияның кезінде мен қазір 42 жасындамын. Бала шағамызды аутсорсингқа беріп қойдық. Мектеп тәрбиелейді, мұғалім қарайды. Қала берсе, ер азаматтарға айтам, үйдегі әйел қарайды. Біз не? Жемтік үшін жан қинап, дүние тауып, кәсіп істеп, киіндірдік, қыдырттық, жүргіздік, оқыттықпен шектелдік. Пандемияда қызыма қойған сұрақтан туған дүние Сенімен болашақ. Қызым, әкеңнің қай қасиетін жақсы көресің? 4-ші класстан бастап Сингапурда оқытып жатырмын. Дүниенің бар жерін көрсетіп жатырмын, киіндіріп жатырмын. Сонда қызымның бірақ айтқан жауабына туған дүние. Әке, сен мен менің арамдағы әңгіме, диалог, ішкі жан айқайымды, жан дүниемді сезінуің мен үшін бақыт. Осы кезде Асанов Нұркен оянды. Бұл Кереку өңірінде болған жағдай, Павлодар. Содан айналамдағы жігіттерге айттым, мен мынаны қоғамға жайайық. Қазіргі таңда бір жылдың асқан көлемде біз 13-ші форумымызды және 18 филиалымызды 47 мың осы көшке ілескен ата-аналарды жинадық. Бұл деген сөз не? Бұл біздің менің ақылдығымнан емес. Әркімнің ішіндегі жан дүниесіндегі жан айқай. Баламызбен біз сөйлесуден қалдық. Ата-ана баласына деген жауапкершілікті сезінуден қалды. Мен қазір мына ғимаратты аралатып шықты. Мемлекеттің істеген орасан дүниелері бар. Мынандай лабораторияларды қанша елді аралап жүрмін? Жоқ. Химиясынан бастап, биологиясынан бастап, жаңағы анимациялық бөлмесінен бастап. Бірақ ата-ана біз не істеп жатырмыз? Ата-ананың санасына ой айтылып келе жатыр қоғамда, бірақ ойы оянбай жатыр. Неге? Өйткені біз ата-ана екенімізді сезуден қалдық. Біз көп нәрсені материяға беріп кеттік. Дүние деп отбасымыздағы құндылықтарды жоғалтып алдық. Дастарханның басында өсиет емес, өсек айтатын қоғамға айналдық. Өсек айтылған жерде кешіріңіздер, баламыз, біздің айнамыз, оларда өсек айтатын болады. Ұстазға деген құрмет қалды. Неге? Өйткені ұстазға барған кезде біз жауапкершілікті біздіңше ұстаздан іздейміз. Ұстаз туған секілді біздің бала шағамызды.
мектеп туған секілді біздің бала шағамызды. Абай айтады ғой, баланы Алладан сұрайды дейді қазақ. Бірақ не үшін сұрайды? Ұстаз тәрбиелесін деп сұраймыз ба? Қоғам тәрбиелесін деп сұраймыз ба? Баланы отбасыда ата-анасы, одан кейін ұстазы, құрбысы дейді. Қайсысын жақсы көрсе, соған ұқсайды бала дейді. Қазір қоғамда сенетіндеріңіз бар ма? Қол көтеріңіздер. Қоғамымыз керемет. Мен баламды қоғамға берем. Қоғам өзі тәрбиелейді. Ешқайсыңыз айта алмайсыздар. Қоғамға ешқайсыңыз сенбейсіздер. Неге? Өйткені қоғамда әртүрлі жағдайлар бар. Ал ұстазға, ұстаз қолынан келген жасап жатыр. Нәзір Азаматұлына рахмет, қанша дүниелер істелініп жатыр. Ата-ана біз не істеп жатырмыз деген сұрақ. Сондықтан сенімен болашақтың басты мақсаты, бұл бір платформа, құрметті ата-аналар. Қызылжар жерінде әрқайсымыз осы платформаның төңірегінде сіз біз боп ой талқылап, бір-бірімізден үйренуіміз қажет. Не бір педагог кісілермен жаңа танысып жатырмын. Айтыңыздар, айтудан кем қалмаңыздар. Бірге жүрейік. Ата-ана ұстаздарға көмек етуіміз керек. Ата-ана ұстаздармен бірігуіміз керек. Ортадағы бала, мен ана Шалва Аманашвилидің үйінде қонақта болдым, гуманный педагог. Сонда айтқан нәрсесі бірақ нәрсе. Көп нәрсе қажет жоқ дейді. Махаббат, мейірім. Біз шынайылықтан қалдық. Бір жұмысқа барған кезде, бір адаммен сөйлескен кезде, жаңағы бір образға кіріп, бүкіл нәрсемізді әспеттеп, әдемілеп барамыз. Сол шынайылықтың 30%-ін үйде істесек, әйеліміздің алдында, бала шағамыздың алдында қоғам өзгереді. Шынайы бола білгенде ғана ата-ана үлгілі, саналы отбасылар құрылады деп ойлаймыз. Сондықтан сенімен болашақ қазіргі таңда осы үрдісті қоғамда саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыру басты мақсаты. Бұл қалай қалыптасады? Бұл сіздермен, біздермен қалыптасады. Бұл мемлекет істеп бермейді бұны. Бұны ұстаз да істеп бермейді. Бұны ата-ана істеу керек. Ата-ана инициативаны қолына алу керек. Жауапкершілікті қолына алу керек. Дастарханда, хотя жаңа күніне бір 20 минут дейді қазір психологтар, сөйлесу керек дейді, 17 минут, 20 минут. Біз онда сөйлеспейміз ғой. Машинамызға салып аламыз да, баламызды қыдыртып жүргенімізге сол сөйлескендей боламыз. Баламен жақын сөйлескеннен туды мына сенімен болашақ. Қызыммен. Осы уақытқа дейін қызымнан сұрамаппын да соның кезде. Әкең қай қасиет? Өйткені енді пандемияда бәріміз үйге тығып қойған екен, амал жоқ сұраған шығармыз. Бірақ ойым оянды. Осы нәрсені қоғамда біз ата-ана ойымызды оятып, бір сілкініп, біз ата-анамыз деп, бала шағамызға, отбасымызға ие болайық, құрметті ата-аналар. Енді миссиясын, мақсатын біздің төрайымымыз бар, қазір бұны түсіндіріп жатар. Бірақ мен әке ретінде сіздердің алдарыңызға келіп отырмын. Өтініш, мына елдің азаматы ретінде, мен енді ауыл шаруашылық саласында қызмет атқарам, шетелде оқыдым, Германияда білім алған азаматпын. Мына жағы Америка, мына жағы Европамен жұмыс істеп жатқан азаматпын. Мына сіздің елдеріңізді белгілі, John Deere деген техника. Соның құрылтайшысының бірімін. Бірақ дегенмен, мәселенің бәрі материада емес. Ішкіздім, жегіздім, тойдырдым емес. Мәселе не беріп жатырмыз? Мына жаһанданған заманда, ат ізі мен ит ізінің шатасқан заманында, бала шағамызды, ұрпағымызды қоғам тәрбиелейді дейтін болсақ, ең сорақы ата-ана біз. Бірінші біз құндылықтарымызды, адами құндылықтарды, біреудің ала жібін аттамауды, біреуге ауыр сөз айтпауды, біреуге күлімсіреп қарауды, біреу сәлем бергенге сәлемін алып, соған ілтипат көрсетуді бірінші дастарханның басында айтады ата-ана. Егер оны бермесек, кешіріңіздер. Мен осы қайырымдылық шарасын аясында бір қарттар үйінде болдым. Керемет бір атамызбен әңгіме болды. Қызметте істеген, бала шағасын оқытқан. Сонда бірақ сұрақ сұрадым. Ата, неге отырсыз мына жерде? Қарттар үйінде. Мен дастарханда өсек айтыппын балам. Өсиет емес. Қызы оқыған, баласы оқыған, бірақ атамыз қарттар үйінде. Сонда қазақта бір жақсы сөз бар. Өсиетті өсекке таңсаң, ұрпағың сені қартайғанда төсекке таңады дейді. Сондықтан құндылықтарымызды, ата-бабамыздың, бұл қазақтың ешкімнің алдында ұялатын тарихы да, дәстүрі де, әдебі де жоқ.
Осы нәрсені біз отбасыларымызға, қоғамға бере білуіміз керек. Сонда ғана қоғамда, елде өзгереді деген ниет. Сондықтан ата-ананың санасы оянып, саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыруға баршаңызды шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жеке қойсаңыздар болады. Әршін дайынмын. Рахмет. Нұркен Жарылқабұлы, сізге мың алғыс білдіреміз. Осы еліміздің дамуындағы ата-аналарымыз бен оқушыларымыздың түйсігіне мұндай жақсы ой тастағаныңызға шексіз алғыс білдіреміз. Сөз кезегі келесі спикеріміз Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері Асанғазы Оразкүл Азанғазы қызына беріледі. Армысыздар, құрметті қызылжарлықтар, артта отырған көрермендер көрсін деп түрегеп сөйлейін дедім. Даусым естіле ме? Біріншіден, бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп, осы ата-ана ретінде сеніммен болашақ деген республикалық ата-аналар қауымдастығы не айтар екен деп келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Екіншіден, келе жатқан республика күні бүгінгі биылғы балалар жылы құтты болсын. Бізді қарсы алып, осындай кереметтей жиынға жұртты жиған ұйымдастырушыларға, Солтүстік Қазақстан облысының білім басқармасына үлкен рахмет айтқымыз келеді. Жаңа ғана менің алдымда сөйлеп кетті, әке ретінде сөйледі. Мен өзі өмір бақи армандап жүретімін. Қазіргі уақытта бәрі бар. Абай айтады ғой, бір бала ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады, бір бала көрсем, білсем, үйренсем деп туады деп. Қазір осы көрсем, білсем, үйренсем деген балаларға жан жақтан шабуылдың, ақпараттың майданы болған кезде біздің ата-аналар екінші жаққа шығып кетті да, балаларын сол ұялы телефонға сеніп тастады. Сұлтан Махмұд Торайғыров өзінің кезінде айтады, Абайдың кезі қазақтың әбден қан жұртқан кезі еді дейді. Қазақтың бұзылған кезі еді, қызылғаны қарайған кезі еді дейді. Абайдың өзі айтады, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстаразыз аузыңа түсті ұртың, бір ұртың қан, бір ұртың май болып дейді. Тура қазір сол заман қайтып келіп тұр. Еш нәрсені жасыра алмаймыз. Мынандай керемет ғимарат, зәулім үйлер, кереметтей көлік. Бірақ біздің балаларымызға әкенің қамқорлығы, ананың мейірімі жетпей жатыр. Әкенің қамқорлығын, ананың мейірімін ұялы телефон беріп жатыр. Соны көрген бала суицидке де барып жатыр, өзін-өзі басқа жағдайларға барып жатыр. Күнде әртүрлі жағдайды естиміз. Осыған әй дейтін әже, қой дейтін қожа табылар мекен? Іштен шыққан жау жаман деген аталардың ішінен бір қоғам дүр сілкінер ме деген едім. Жаңа менің алдымдағы екі спикерде айтты, Абай айтады. Бала үш нәрседен үйренеді дейді. Бірінші ата-анадан, екінші ұстаздан, үшінші құрбысынан дейді. Осы ата-ана қозғалсан екен, әке мынандай болайық, ана мынандай болайық деп айтса екен деп армандап жүрген кезде, мінекей осы Нұркен Жарылқабұлы Асанов деген азамат шықты. Барлығымыздың атымыздан Нұрекеңе рахмет айтайықшы. Біреуі өзі бай болып шетелге үй салып жатыр, біреу еліне мешіт салып жатыр, біреу басқа салып жатыр. Нұрекең бүкіл Қазақстанды аралап, Қазақстанның барлық өңірінде сіздердің Жанат мырза сияқты елді білетін, сөзі өтетін, қыздар мен жігіттерді таңдап, осы жігіт қыздардың арасына ата-аналарды үйістіріп, әке мынандай болу керек, ана мынандай болу керек деп сеніммен болашақ деген мынау сіздердің осы Нұркендеріңіз. Маған айтты, апа шаршамайсыз ба Қазақстанды аралатайын? Шаршамаймын деді. Құдай қуат беріп қойған. Енді мен жасым сұрамай қойыңдар, 17-темін. Кеше алдың күні Қостанайда, одан Арқалыққа келдік. Арқалықпен сіздердің аралдың арасындағы жолды адамның басына бермесін. Түнде 11-де келіп, Жанат Мырза айтады, қазақпыз ғой, қазақтың етін жемей қалай ұйықтайсыздар деп. Түнде 11-де ет жеп жатып тұрдық енді. Сондықтан айналайындар, бір керемет жиынға келіп отырсыздар. Бұл жиын бұрынғы жиыннан өзгерек. Бұрын тамыз айында Білім министрлігі, ағарту министрлігі
тамыз кеңесін өткізеді. Сөйтіп ұстаз қандай болу керек дегенді айтады. Биыл айналып келген өркен 1000 адамды Астанаға, 900 адамды Алматыға шақырып, ата-аналар форумын өткізді. Жаңа қанша форум өткізгенін өзі айтты. Оған Европаның ұстаздары, Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі өзіміздің керемет спикерлері, Аманашвилидің өзін шақырып, баласын шақырып, ол кісінің ізгілік педагогикасы деген кітабын қазақшаға аударып кеңінен таратты. Өзіміздің Мыржановтың, Мағжанның педагогикасын үлкен емес кішкентай кітап қылып қазақша шығарып таратты. Яғни бір керемет форум өтті. Сол форумға мен қатыстым. Содан кейін Алматы қаласында, Тараз, Шымкент қаласында, Жамбыл облысы мен Түркістан облысын, Атырау облысын араластым. Мінекей кеше Қостанайда, бүгін солтүстік Қазақстанда. Менің айтарым, қазақ айтады, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі. Мықты болса егесі, майыспайды шегесі. Әй жігіттер, құрған шағаттарына еге болыңдар. Еркек үш нәрседен өзіне тойын беру керек. Әке, бірінші өзінің нәпсісін тойынсыздықтан сақтау керек. Біреудің адам малын ұламау керек, біреудің барына қол сұқпау керек. Екіншіден үйін бөтеннен қорғау керек. Үйін бөтеннен қорғамақ түгілі басқа қалалардың мәлімет алып үлгерген жоқпын. Астана қаласында осыдан 3 жыл бұрын 12.000 еркек ел аман жұрт тыныштап бір қалада тұратын баласына алимент төлемей қашып жүр. Не істеледі? Шетелге кетіп барса жібермей қояды, машина алайын салдырмай қояды, сол тіршілік бар. Ал қазақ деген халықтың құндылығында тірі әке баласынан қашу үшін еді. Ғайыптан тайып әкесін бөліп қалса, я қайнанасына, я қайнысына болса, ана әйел байсыз қалып емес. Жетім бала жыламасын, жесір әйел қаңғымасын. Сондықтан солтүстік қазақстандықтар, қызылжарлықтар, айналып кеткендер, әрбір еркек тұрып үйренген кезде ойласын. Еркек үйренеді, еркек айттырады, қазақтың құдалығын сұрасын. Материалдық жағынан, рухани жағынан әке-шешесі қандай екен? Қазақ айтады, құда болғанша түп кегін сұрасын. Құда болғаннан кейін қолды қусырып сыйласын. Сондықтан ұл баласы бар әрбір қазақ, оның әкесі мен атасы елді аралап, жақсы киімі бар үлгісі керек. Өркен сияқты жігіттер Құдай болатын іздеп кез келген үйге түседі. Түскен үйдің келіншегі күліп, шарқырап, жүргеніңізді білінбей, ыдыс-аяқ таза дастархан әппақ күліп қарсы алды. Шіркін-ай, мына келіннің қызы бар екен, 1 жасар, 3 жасар, 5 жасар, 7 жасар ғана балам айтады. Өйткені оның әлеумет осыдан қарайды ғой, соның заводы фабрикасы осыдан қарайды. Қыз жоқ, қыз әкесінің белінде. Бірақ айтады, осы келіннің қызына бар, құда болу. Бұның қазақ бел құда дейді. Яғни қыз беспей жатыр. Ол ұзын бола ма, қысқа бола ма, ішін білмейді. Ақ бола ма, қара бола ма. Осы келіншектің шешесіне қарап қызын алды, қызын айтып береді, бұны бес құда дейді. Сондықтан қызылжарлықтар бес құда болыңыздар. Ажыраспайтындай отбасыңыздар. Ал айналайын қызылжарлықтар сіздерге айтарым. Қызды қазақ қонақ дейді. Төрге отырғызады, айтқанының бәрін істейді. Қонақ деген қалай? Бірінші күн қойсын, я жылқы етін асып, сылаға бересің, е? Екінші күн біздің жақта бола береді, білмеймін, сендердің жақта береді. Көпе-ама нәрсе береді. Үшінші күн мағыма қашан қайда деген дейсің. Сондықтан қызы бар әке мен шеше, сол қызының құтқорына қондырғанша өзінің жақсы атынан таныстырған. Шешесіне қарап қызын алсын деп, қызы бар ана соған жұмыс істейді. Мұхтар Әуезов не дейді? Біз кімді сүйеміз? Кімді сүйеміз? Кімді сүйеміз? Кого мы любим? Кого любим в этой жизни? В семье? Маму, ананы сүйеміз. Кімді сүйсе,
көрсек, содан үйренеміз. Әкеміз қандай халық болсын, кезек беріп, сыйып салып жүрген анадан. Сондықтан қазақ ел болам десең, бесігіңді түзе, бесік ананың қолында, сондықтан ананы оқыт дейді. Оқытқанда инженер болға, дәрігер болға, экономист болға, ол бөлек. Қыздың негізгі мақсаты біреуге сүйген жан болу, әйел болу, ана болу. Ана қандай білім алу керек дегенде Мәшһүр Исмаилов зәру білім алу керек. Яғни зәру білім. Әйел қандай болу керек, абай қандай қызды ал дейді. Малды деп, бай деп, байдың қызына қызды болады. Кедей қызы арзан деп құмарланға, ары бар, иманы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан қабыл алды. Яғни біз қызды таңдағанда, келіншекті таңдағанда, ары бар, иманы бар, ұяты бар қыздарды тәрбиелеуіміз керек. Сәлихан Ғапбасов деген академик ағамыз бар, Алматыда 87 келеді. Өзі педагогика және медицина ғылымының доктор академик. Сол айтады, ананың құрсағында адамның 12 мүшесі, тәннің 12 мүшесі қалай сен жанның 12 арнасында қалыптасады дейді. Жанның 12 арнасы деген не? Түйсік, сезім, ар, махаббат, ұят, қабілет, мінез, есту, көру, сезім, осы бәрі ананың құрсағында. Сондықтан Макаренко баланың туа салып тәрбиелесе, ата-анасы баланың қай кезде тәрбиелейді? Қандай салт-дәстүр? Өте ақырында ана отырып береді. Ананың құрсағына өткенде дейді. Зачем надо заниматься воспитанием ребенка? Если мать, которая таящая, ана, көңілді болса, жерді халық болса, мәз болып жүретін болса, олар дені сау, бақытты болады. Егер ананың мектепке келсе, директор, завуч, үйіне барса, енесі, үйі, ұлсары содан қандай болады олар? Қазір біздің туған балаларды никому не секрет, сколько процентов у нас рождается больных. К сожалению, осыны жөндеу үшін айналып кетейіндер, мен айтамын, айналайын, қазір Ахметке болады. Сол құрсақ шашып мектепке әкелуге. Біреу біздің мектептегі ең сұлу ағайлар деп жазып қойса, еркек бала ойланады. Әйелі махаббат болғанда оған ұсыра болмайды. Қыздар ойланады, еркек махаббат болған кезде мен осындай болмайды. Сондықтан әкелер балаларында мейірімге үйренген, аналар қандай байланасыздар, ұлыңыздарыңыз айтыңыздаршы. Қандай сөздер байланасыз? Отағаны көріп, Димаш Құдайбергеннің әкесі көрінген ме? Балабақшаға шығарып салып, 3 жасар Димаш айтты. Аспаннан жарқыраған жарық жұлдызым деді. Болды ма жұлдыз? Болды. Сондықтан бүгін барғаннан кейін 15 балана, немереге, шөберек айтады осындай сөздерді жазды. Менің бұл емес, қазақтың көк туын аспанға көтеретін арыстанның жолбарысын таятын. Баланың есте сақтау қабілетін арттыру үшін баламен бірге кітап оқу керек. Ата әжеге де, әке шешеге де. Қазір Ыбырай Алтынсариннің, Бауыржан Момышұлының, Еркебек Соқпақбаевтың, қазір Санжар Елубайұлының керемет осы жерде отбасы психологиясы деген философ, соның ішінде балалықтан даналыққа деген кітапты. Мен әр ата-ананың сол кітапты оқығанын қалаймын. Өйткені баласы елмен үшке оқып жүрген ата-ананың баласын жұрт бермей жатқан кезде сол балалар барлық керемет үлгеріп, қазір болашақпен 3 тілде оқып жүрген балалар. Қазақтың тарихында, қазақтың мәдениетінде, әдебиетінде, біздің жырда, эпоста, термеде, айтыста, біздің билік жаңа Нұркен мырза айтқандай, бір жерге су, бір жерге от, бір жерге жол жетпей баратқан кезде мәдени мұрамен балалар сөзі 100 томдық шығады. Осы 100 томдық кітапханада көрінен болып тұрмасын, әрбір ата-ананың қолында кітап оқиды болсын. Мұғалімдер, бастауыш класс мұғалімдер, тіл әдебиет пәні мұғалімдер арқылы балаларды кітап оқыту курстарын ашты. Тіпті
Бауыржан Момышев айтады, Әзілхан Нұршайып, сіз кіммен ортасы деп сұрайды. Үш нәрседен болған. Баласына бесік жылын айтпағаннан болған. Немересіне ертек айтпаған ата мен әжеден болған. Қазақпен қазақтың қазақша сөйлеспегені болған. Айналайын ағайын, айналайын қызылжанықтар. Бүгінгі жиыннан түйсінетін бірақ мәселе. Бала, маған берген Алланың аманаты. Ер азаматтар, бала және оның анасы маған Құдайдың берген аманаты. Мен ешқашан ажыраспаймын. Бүгінге шейін әйелдердің аяғында жігіттер барғаннан кейін отбасының иесі, балалардың анасы, Құдай бере саған алдым деп келіншектеріне беріп ол қыздарына беріп. Қыздар, жігіттерде сезім аз. Жігіттерін тастап кетпесін, басқаға кетпесін десеңдер, қаңыр келгендерге арыстарым, жолбарысым, асыралышым, барым, нарым, саған кетіп Қазақстанда жалпы келмейтіндей ерке жоқ. Менің бар қуанышым деп шығарсыздар, ешкімде жоқ. Шайтан болсын, қызылжардың әр үйінде ұлттар үйлерінің той болсын. Құдай берген балаларымыз сендер емес, Мағжан сияқты, Міржақып сияқты, Ахмет сияқты, қазақтың бағдат пен ұл қыз болсын. Бәрекелді, қадірменді ата-аналар, құрметті форумға қатысушылар, осындай зиялы тұлғамыз Оразкүл Азанғазы апамыздың сөздеріне бір қошемет соғып қойсаңыздар тағы. Сізге мың алғыс білдіреміз. Сізге мыңда бір рахмет. Сөз кезегі Сенмен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Исмагулова Жансая Бердімұратқызына беріледі. Сәлеметсіз, құрметті қатысушылар. Добрый день, уважаемые участники данной конференции. После выступления Оразкүл апай, разрешите себя представить. Я Жансая Бердимуратовна, исполняющая обязанности председателя Республиканского общественного объединения. На правах председателя разрешите вам свое выступление организовать в качестве вопроса и ответа. Вы, наверное, все здесь сегодня собрались узнать, кто такие Синмен Булашах, что за организация. В качестве вопроса-ответа я постараюсь ответить вам на эти вопросы. Республиканское общественное объединение Синмен Булашах – это некоммерческая организация, созданная в результате добровольного объединения граждан. На сегодняшний день нам всего 1 год 3 месяца. Представляете же ребенка? 1 год 3 месяца. Но мы на сегодняшний день имеем 18 филиалов по Казахстану. У нас мы не только их имеем, они активно функционируют, эти 18 филиалов. Что является нашей миссией? Миссией является способствование формированию осознанного родительства в Казахстане через создание вот этих вот родительских объединений. Что это означает? То есть это укрепление семейных ценностей, про что говорили наши спикеры. На уровне семьи это формирование у членов семьи бережного отношения друг к другу на уровне общечеловеческих ценностей, о чем говорила Оразкүл апай. Формирование у членов семьи бережного отношения друг к другу. На уровне организации образования это укрепление сотрудничества между семьей, организацией образования и нашим объединением, то есть гражданского общества. Что это мы имеем в виду? Семья, ребенок, общество. На уровне региона это создание и функционирование филиалов во всех регионах Казахстана. Вместе с тем всех интересует вопрос о финансировании. Источником финансирования являются благотворительные взносы мецената, автора идеи Асанова Нуркен Жарылкаповича, который ранее выступал. Еще раз хочу сделать акцент, это благотворительные взносы мецената, ни одного проекта, ни одного гранта с государственного бюджета не выделяется на функционирование работы и деятельности нашей организации. Также часто задается вопрос, почему нашей целевой аудиторией являются родители. Как ранее было озвучено, и как вы сами знаете, все действия происходят и зарождаются где? В семье. Вот там, вот посадам басталады. Семья зарождается, государство зарождается в семье.
Пока родитель на себя не возьмет ответственность, пока не даст своему дитя любовь и милосердие, ни человек, тем более ни общество наше не поменяется. Мы это должны понимать и осознавать. На сегодняшний день имеются законы о правах детей, о правах преподавателя, но целевая аудитория родителей, она выпадает. Никто не говорит о правах родителей, никто не учит, как быть родителем. У всех, наверное, родителей возникал вопрос, хороший я ли родитель, правильно ли я делаю. На сегодняшний день, когда мы живем в 21 веке, как сохранить этот баланс работы, быта и воспитания детей? Этот вопрос у всех возникает, но никто не знает, как это совместить и сделать. А также очень много поднимаются вопросы, вот мы говорим, то, что нашей миссией является формирование осознанного родительства. Что это такое? Кто такие, по-вашему, осознанные родители? Я хочу ответить на этот вопрос своими словами. Осознанный родитель – это не идеальный родитель. Мы все не идеальны. У нас есть у всех свои какие-то качества, не буду говорить, что плохие, не идеальные в образцовом порядке. Это чувствительный родитель, о чем говорили все спикеры ранее. Это чувствительность. На сегодняшний день достаточно иметь чувствительности. Что мы подразумеваем под этой чувствительностью? Чувствительность – это диалог с ребенком. Чувствительность – это знать, чем ваш ребенок занимается, о чем он думает, о чем мечтает. Даже вот эта вот организация, когда это проговорил наш автор идеи, зародилась от диалога, от простого диалога, когда отец, разговаривая со своим чадом, со своим ребенком, определил то, что для ребенка важно просто общение. Хотя отец на то время был не готов к этому, он был уверен, что сейчас дочка будет хвалить его за заслуги, за предоставленную возможность ездить, кушать, быть, одевать. Но когда она проговорила то, что ей важно общение с ребенком, с ним, у него вот это пробудилось. Это простой диалог. Вот это и есть чувствительность. Тоже наша организация не учит никого ничему. Мы просто пробуждаем через семейные традиции, через семейные ценности быть чувствительным родителем. Если так, в пару слов. Будут вопросы, готовы ответить. Благодарю. Жансая Бердімұратқызы, сізге шексіз алғыс білдіреміз. Слово предоставляется психологу Центра психического здоровья Управления здравоохранения Акимата Северо-Казахстанской области Якимовой Ирине Ивановне. Уважаемые организаторы, я по образованию, но я еще и мама двоих замечательных сыновей, которые учат меня, которые формируют мою материнскую позицию. И сегодня я бы хотела с вами поделиться своими наблюдениями, да, из опыта работы, так как работаю чаще всего с подростками и с родителями тоже. Ну и предлагаю вам для начала разминку. Я сейчас, давайте представим, что вы – это не вы, это вы ваши дети. И я сейчас буду говорить фразы, которые слышат наши дети. А вы, пожалуйста, почувствуйте, какие мысли, какие чувства у вас возникают при этом. Готовы? Ты когда пойдешь в школу вовремя, ты постоянно опаздываешь. Сколько раз можно об этом говорить? Да ты просто издеваешься надо мной. Ты поперлась в школу в таком виде, мозгов совсем нет. Еще раз будешь со мной так разговаривать, получишь по губам. Видишь эти седые волосы? Это от тебя. Ты меня в могилу сведешь. Продолжать? Или достаточно? Что еще чувствуете? Ну, это замечательно, если вы их не говорите. Но очень часто наши дети слышат это. Очень часто мы говорим это между строк. И поэтому нужно понимать, что я говорю ребенка и что чувствует мой ребенок. На самом деле дети родились не для того, чтобы нас расстраивать. Дети родились не для того, чтобы нас раздражать. Они родились для того, чтобы мы их любили, чтобы мы их поддерживали. И поэтому давайте мы сейчас обсудим, как мы это можем сделать. Вообще, на самом деле, деструктивное поведение – это
поведении. И оно все-таки направлено на разрушение чего-то. Но нужно понимать, что то, как реагируют наши дети, оно закладывается в нашей семье. Точно так же, как и вы пришли с каким-то опытом детско-родительских отношений в своей родной семье. И так или иначе вы это воспроизводите в своей семье. И поэтому я всегда говорю, уважаемые родители, давайте будем задавать себе 3 вопроса. Первый. В той ситуации, в которой сейчас находится мой ребенок, что бы я чувствовала, если бы была на этом месте? Итак, в той ситуации, в которой находится мой ребенок, что бы я чувствовала сейчас на его месте? Второй вопрос. В той ситуации и то, что я чувствую, на месте моего ребенка, какие бы слова поддержки я бы хотела услышать от моей мамы или от моего папы? Итак, в той ситуации, что бы я чувствовала, что бы я хотела услышать от моих родителей? И третий вопрос, он философский, но он очень ресурсный. И если вы дадите на него ответ, это будет класс, это будет первый шаг на пути, навстречу своему ребенку. Если бы у моего сына или у моей дочери была такая мама или такой папа, как я, то как бы я себя чувствовала? Замечательные вопросы. Возьмите их, пожалуйста, на вооружение. И хочу вам сказать, что это очень важные вопросы, которые позволяют скорректировать наше поведение с детьми. Ну и, конечно же, не могу при этом опереться на исследования коллег, на исследования психологов. И хочу привести тут изыскания 2 авторов. Первый – это Альфред Адлер, австрийский психолог. И он говорит о том, положения его такие. Не бывает плохих детей, бывают дети, которым плохо. То есть ребенок учится тем реакциям, которые мы с вами, уважаемые родители, закрепляем. То есть когда маленький ребенок, у которого мокрый памперс, который хочет кушать, единственное средство, способ получить поддержку от родителей и помощь – это крик, это плач. Вот. И потом со временем, если этой поддержки, этой чувствительности, о которой говорил предыдущий спикер, нет, то плач и агрессивное поведение может закрепляться вот именно в таком формате. Ребенок чувствует так, как себя ведет. И, соответственно, плохое поведение – это ошибочное поведение. Но оно может закрепляться таким образом, если нас, уважаемые родители, нет рядом, если мы не можем дать ту самую поддержку, которая очень важна для них. Еще один психолог, педагог Рудольф Дрейкус, он исследовал мотивы плохого поведения детей и остановился на том, что дети выбирают поведение. И есть 4 мотива, по которым дети ведут себя не так, как нам хочется. И этих мотивов 4. Привлечение внимания. И очень часто, может быть, вы замечаете, уход в болезнь, то есть какие-то истерики, они как раз и имеют целью о том, чтобы получить это внимание, которого ребенку недостаточно. Следующее. Мотив – власть. И этот мотив мы с вами очень хорошо чувствуем, когда наши дети проходят кризисные периоды. Кризис 3 лет, поступление в школу, подростковый кризис. И тогда нужна вся наша чуткость и наша мудрость для того, чтобы понять, что хочет ребенок и почему он пытается поставить себя на место выше, чем мы. Но нам нужно оставаться в той позиции, в которой мы, как родители, можем регулировать все это. Далее, очень часто дети используют месть как мотив нежелательного поведения. И эта месть может быть не именно нам. Эта месть, это поведение может быть закрепляться тем, что что-то они испытывают чуть ранее, в отношениях со сверстниками, в отношениях с педагогами, в отношениях с какими-то окружающими людьми.
И тогда как мы их можем поддержать? Самый распространенный способ, пожалуйста. Очень просто поддержать. Когда в семье идет разногласие, ребенок чувствует, что свой ребенок достигает своей, как говорится, приход. Если ничего не дашь, он начинает плакать. Пока своего не достигнет и не остановится. Вот успокоить ребенка, вы даете им, что хочет, даете. Он успокоится и дальше продолжает. Это значит, над вами будет властвовать. Что властвовать будет, вы теряете все воспитание. Согласна, да? Ну что делать, чтобы не потерять нам этот статус? Да, тогда нужно разговаривать с ребенком. И нужно дать ему понять, что вот сейчас это мы взять не можем ему дать, да? То есть пока нет, например, достаточной суммы. Или давай подумаем, обсудим, да? Естественно, вот когда мы не критично удовлетворяем потребности и просьбы, то да, это манипуляции дальше, да? Это истерики, которые закрепляют. Избавиться в первую очередь, в семье должен разговаривать на «вы», обращаться на «вы». Обращаться. И на «вы», когда обращаетесь, ребенок и научится обращаться, и ребенок не будет болеть. А когда всякие слова вы говорите, ребенок еще больше болеть будет. Согласна. Спасибо большое. Это самое главное. А что сейчас говорите? Самое главное человека, каждая семья, это единство, каждая семья единство содержит государство. А государство в семье нету единства, раз государства единства нету, не будет. Вот давайте мы сейчас и обсудим, да, как это единство нам в семье восстановить. Спасибо вам большое. Ну и четвертый мотив — избегания или страх неудачи, да, то есть, очень часто у детей что-то не получается, они ожидают чего-то, это не получается, да, и тогда в следующий раз они не хотят туда идти, и тогда вот всем своим поведением они показывают: я боюсь, там страшно, там получится не так, как я хочу, да, и вот тогда наша поддержка, наши слова, наши фразы поддерживающие, которые говорят: ты молодец, да, у тебя получится, давай посмотрим, чем я тебе могу помочь. Очень важно понимать это и использовать в общении с детьми. Чтобы понять, какие мотивы ребенка в поведении, да, нужно помнить, нужно понять, во-первых, моя собственная реакция, что я испытываю в этот момент. Потому что, уважаемые родители, очень важный момент, на котором хотелось бы заострить внимание: мы были уже родителями. И у нас есть определенный опыт общения с мамой и с папой. И тогда, вот в тот момент, когда ребенок что-то вам показывает, да, задайте себе вопрос: о чем это для меня? Почему ребенок так себя ведет? Где я не дорабатываю или что я не делаю, да, в отношении с моим ребенком? И это поможет вам осознать и дать ту правильную реакцию. Не тогда, когда поднимаются внутренние травмы, да, которые мы проживаем со своими родителями, а тогда, как это все более конструктивно. И, конечно же, очень важно отслеживать реакцию ребенка. И вот очень чутко надо распознать, нет ли манипуляции в этом. То есть не добивается ребенок чего-то от меня, того, что недопустимо, да, и те эмоции, которые у меня поднимаются, да, они как раз вот подкрепляют это поведение. Давайте подведем итог. Ребенок как себя чувствует, так себя и ведет. И если мы хотим изменить что-то в поведении ребенка, нам нужно изменить в первую очередь чувства, которые испытывает ребенок. И еще немножко таких вот эффектов, да, которые ожидают, которые слышат наши дети между строк, когда мы делаем какие-то свои комментарии. Ну, во-первых, да, когда мы говорим ребенку: меня не волнует, что ты там чувствуешь, что ты хочешь делать, возвращайся сюда, сию минуту. Очень большая ошибка, когда мы просим от детей сделать
сделать что-то вот здесь и сейчас. То есть, а если они заняты чем-то, тем, что им интересно, то им сложно, очень сложно оторваться от этого, и тогда мы можем получить не всегда хорошую реакцию на нашу просьбу. Мы с мамой знаем, что лучше. Ну да, мы были, мы родители, мы должны это показать, да, но в то же время мы обесцениваем чувства детей. Вы знаете, когда подростки приходят на консультацию, садятся на стул и говорят, я их спрашиваю, жалуйся, они говорят, меня никто не понимает. Стара проблема? Стара? Помните, мы тоже так когда-то говорили. Поэтому давайте будем слушать, да? Давайте будем слышать, что говорят наши дети. Ты должен поступать правильно. А как правильно? Есть очень хорошая фраза. Давайте не будем воспитывать детей, давайте будем воспитывать себя. Потому что все равно они будут похожи на нас. И это очень важно, потому что очень много дети берут не с наших слов, не от наших замечаний, а от нашего поведения. И поэтому давайте будем контролировать и давать тот самый правильный пример, да, который дальше уже дети будут реализовывать в своей жизни. В поддержку слов Назира Азаматовича хочу сказать, что очень часто наши дети проживают те чувства, с которыми с ним некомфортно. И тогда нам нужно понимать, что человеку нужен человек там, где он есть. Поймите, то, что говорит вам ребенок, то, что он вам высказывает сейчас, это то, что для него очень важно. Есть очень хорошая пословица, да, у казахов. Дети в доме, дети и собаки знают все. И когда вы будете слышать, что говорит вам ребенок, о чем он вам говорит, что его беспокоит в данный момент, это вам очень поможет наладить с ним отношения. Потому что действительно дети говорят то, что очень важно. И когда слышишь комментарии о том, что ему еще нужно, у него есть телефон, у него есть компьютер и так далее, что нужно, и тогда задаем вопрос, а вы его сегодня обнимали? А вы сегодня говорили ребенку, что вы его любите? И тогда вопрос снимается. И если вы что-то видите, и я не могу сегодня об этом не сказать, я хочу сказать о суицидальном поведении наших подростков, о том, что они сейчас режут себя для того, чтобы снизить, да, вот ту внутреннюю напряженность. Давайте будем чувствительны к нашим детям. А чувствительность она в том, что мы видим, что происходит с нашим ребенком. Мы слышим, что они нам говорят. И мы понимаем, что с ними происходит. И тогда вот эти фразы. Ты знаешь, я в последнее время заметила, что ты не очень, да, в плохом настроении. Ты знаешь, меня очень беспокоит, что ты в последнее время грустный, да, и тебе ничего не хочется делать. Ты же не думаешь о том, что смерть – это решение проблем. Ребенок должен услышать об этом, потому что сейчас и социальные сети, да, и телевидение, средства массовой информации очень серьезно закладывают, да, в голову наших детей очень разные, не очень конструктивные мысли. Поэтому давайте будем очень внимательны. Это не совсем, это не равный бой, но мы должны все-таки в нем выйти победителями, по крайней мере, ну или хотя бы подготовить наших детей для того, чтобы они критично воспринимали всю информацию. Все домашние, это, когда мать ребенка носит в утробе, это 6-7 возрасте материнского утробе, что дома делается, ругань, всякие это, свадьба, это, то и все это, все слышат, как разговаривать, какие слова вы разговариваете, все слышат материнского утробе. И потом после этого свадьбы, всякие тои, и питье водки, все это ребенок слышит, и это. И потом, если потом еще отец, мать, отец курил, пил, а мать пила, не пила, это кровью запитано, все кровью запитано.
ребенок, когда рождается, все дома происходит, всякие разногласия. Да, всевозможные ссоры, они очень сильно влияют. Да. Все, подойдите, все, которые слышат ребенок, когда рождается на свет, это потом увидят до 5 лет все, что слышал, до 5 лет все видят. И все это чувствуют, да. И кровью напитано, никто никакой лечения не подлежит. Раз не подлежит, все уже Нет. Нет, вот тут есть... Это не на мной наказано. Все это наказано, это исламская вера. Исламская вера – это самое высшее наука достижения. Раньше было, говорит, это Рахмет. несколько сотен течений. Ата, рахмет түсінікті. Рахмет. Просто жизнь это жизнь. Да, вы на самом деле говорите очень важные фразы, да, но мы-то здесь для чего собрались? Чтобы, да, исправить ситуацию, чтобы по-другому вести себя. Просто говорю свои мысли, это давно уже хожу вот всеми мыслями, хожу как воспитать. Сейчас мы воспитание ребенка, самый психолог – это ребенок, высший психолог. Это больше психолога нет в этом мире. Потому что ребенок, как говорится, психолог, я в Германию пришел, дочки, мать держит, сына держит, я говорю, дай меня. Он говорит, она говорит, нет, вам не пойдет. Я взял это, взял вот так, немножко поднял, и стою, мать, бабушка просит, айда ко мне. Он не хочет. В Германию приехал. Спасибо большое. Спасибо. Жақсы, рахмет. Ирина Ивановна, У вас очень большой опыт. Давайте будете тоже делиться. спасибо, Ирина Ивановна, за содержательное выступление. Ну, в завершении, спасибо большое. В завершении я предлагаю провести нам разминку. Сидим уже долго, да? Сейчас пойдем на мастер-классы. Итак, уважаемые родители, уважаемые участники, я сейчас буду говорить фразы. Если это про вас, как про родителей, то вы выполняете соответствующие действия. Итак, если в вашей семье время от времени возникают приступы непослушания, похлопайте, пожалуйста, в ладоши. Если вы считаете, что самым эффективным наказанием для ребенка является лишение удовольствия, кивните головой. А если вы ребенка чаще хвалите, чем ругаете и наказываетесь, дотроньтесь до кончика носа. Если вы считаете себя хорошим родителем, постучите кулачком в грудь. Супер. Бывает ли в вашей семье так? Вы наказываете ребенка, а другие члены семьи тут же начинают упрекать вас в излишней строгости и утешать ребенка. Топните ногой. Если вы считаете, что воспитание главное, пример взрослых, улыбнитесь. Если вы делаете все возможное, чтобы вашему ребенку дома было хорошо и уютно, погладьте, пожалуйста, себя по голове. Спасибо огромное. Удачи всем нам. Спасибо, Ирина Ивановна, за содержательное выступление. Қорытынды сөзді Сенім болашақ республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы, қоғам қайраткері Асанов Нұркен Жарылғапұлына береміз. Құрметті ата-аналар, қысқа да болса сіздермен таныстық, жүздестік, керемет. Енді психологтар, педагогтар тренинг өткізіп жатыр. Дегенмен, мұнда жаңағы атамызды белсенділік үшін біз Сеніммен болашақ атынан біз осындай ортаға шақырамыз. Жаңа Нәзір Азаматұлын айтып отырмын. Біздер ата-аналардан, жаңа Ирина Ивановна болсын, осындай кісілер болсын, топ құрып, мектеп, аудан, ел аралау керек. Қандай қаражат қажет болатын болса, мен осы жерде сөз берем. Неге? Өйткені біз осы идеяны әр ата-ананың, әр ауылдағы, шалғайдағы азаматшаларға жеткізуіміз керек. Өйткені ата-ананың ойы оянбайша, мүмкін мына жерде көбісі саналы ата-ана болуы мүмкін. Не істеп жүрген білетін ата-ана болуы мүмкін. Бірақ қоғамда не үшін жүрген, не істеп жүрген білмейтін ата-ана көп, өкінішке орай.
Соларды ояндырып, сондықтан Қызылжар өңірінің белсенділігіне рахмет айта отырып, сіздерген кездескеніме, жүздескеніме, мына сенмен болашақтың атынан осы білім басқармасының тұтқасын ұстап отқан, сіздермен бірге күндіз түні қызмет етіп жасап жатқан Нәзір бауырымызға сенмен болашақтың атына бір кішігірім сыйлығымыз бар еді, соны табыстауды рұқсат етіңіздер. Мына Микрофон бере қойсаңыздар. келген ата-аналардың шағымдарын емес, не тілектерін жазып жүріңіз. Мына жерде ручкаңыз, бүкіл нәрсесі ішінде, елге қызмет етуден шаршамаңыз. Мына атамыз жаңа керемет сұрақ қойып жатыр. Ата кеңіз. Қариясыз құрметтеген халық көпке бармайды ата. Сізді құрметтеп, мына президентіміз мақтаған, қоғамда дүр сілкіндірген кемел адам деген кітап бар. Осыны арнайы алып келген кемел адам болып, кемелденіп, қоғамдағы келіндерді, қыздарды, ұлдарды, немерелерді кемелдендіруге шақырып жүрміз деген ниет. Рахмет. Жай көзбояушылық дейді меніңше. Сыбайластық жемқорлық дейді жатыр. Себебі әрбір істеген қылығының өз отбасында істеген бала қандай көрсеттің, солай бала тәрбиелейді. Дұрыс. Ал тойдан кейін салауатты өмір дейді. Салауатты тойлар барлығы салауатты өмір жата ма? Жатпайды. Оны неге істейміз? Той қуаныш деп, тойдан кейін не болады? Білесіз бе? Төбелес, жанжал, ұрыс жанжал, соның денсаулық болады. Бірінші адамның денсаулығы болмайды, адамның отбасын көрсету үшін, мектептерде, әрбір қалғымен жарықтыр, істеген. Мұны қорғалық дайындар еді. Білесіз бе? Міне, өзім мұқаметтің жазған әрбірінің тазалығы дейді. Өмірдің тазалығы, әрбір тазалығы, денсаулық тазалығы. Денсаулық болады. Рахмет ата, рахмет. Істемей жоқ. Соны істеу үшін өзіміз бірінші көрсетілу керек. Көрсетілу керек. Сізді арнайы семинарға шақырамыз. Ата кешірсін. Söz bölümünde ayıklar. Anlayacağım sözde unutmalar. Son sebepten onu hazır hükümet anlamında kayıyorsunda cumhurcumsu işinizi tırnarsın. O son sebepten ayrılmıyor. Ben onu avukat aktı bilirsin. Bir sözde. Söyle. Elini. Sizin bizдің директорымыз отыр, сонымен ауыл алаңыз, осы нәрсе айтыңыз, семинарға берейік. 10 жыл бойы жүрмін осы тақырып бойынша. Егер өзім отбасы дұрыс болмаса, мен жазып, таратып жүрмін. Рахмет, қол шапалақ. Қариялардың үшін болмаған, қоғамда осы нәрсе бізге жетіп жатыр. Біз
бір үлкен қалаға халық осындай бір жиналысқа келген. Сонда халық сыймай қалып, жаңағы бір кісі қызметші микрофон алып, әрқайсының тұрған орнынан бір адамға жылжиып деген ұсынайды. Сонда халық сахнаға түсіп кетіп қалған. Неге? Өйткені қоғамда осы нәрсе жетеді. Біз бір-бірімізге бірақ қарап, бұл Қазақстан тағдыры шешеді. Шынайы түрде ата-ана баласына, ұстазы ата-анаға, қоғам адамға бір-біріне бірақ қарап жүрсек, шынайы түрде қоғамдағы мәселелер шешіледі. Сондықтан ата-анасына рахмет, бірақ сізді үлкен бір семинарға шақырып сөз береміз. Мына жерде Елена Ивановна, нужно, вот у нас семейный болашак, специально переводили, вот в библиотеке я хочу, чтобы это было, Алла-Мамачили, язык педагогика, бумага педагогика, мы переводили и в основе образование учителям, преподавателям, и вот здесь Антон Байтусов, и Бегучин, и Ильин, бумага педагогика, здесь просто уян казак, здесь правильно поймите, казак это статус. Мы все под флагом Казахстана 130 многонациональные государства, мы все казаки под флагом Казахстана. Поэтому уян казак, развивайтесь, Құрметті қатысушылар, қадірменді қонақтар, сенмен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Жансая Бердімұратқызы Исмагулова ханымды және Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының басшысы Нәзір Азаматұлы Жәшібеков мырзаны ортақ ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсіміне шақырамыз. Құрметті форумға қатысушылар, осымен форумның пленарлық бөлімі өз мәресіне жетті. Шағын үзілістен кейін секциялық бағыттарды бастайтын боламыз.